Балалар, бүгін біз математика пәнінен ішкі жиын, ауаның құрамындағы су тақырыбымен танысатын боламыз. Бүгінгі сабақта сендер сандар жиынының ішкі жиынын құруды үйренесіңдер. Ең алдымен есімізге түсіріп алайық. Жиын дегеніміз не? Жиын дегеніміз ортақ белгілері бойынша біріктірілген топтар. Ендеше, мына суреттегі бейнелерді қандай екі жиынға біріктіруге болады? Дұрыс айтасыңдар. Бірінші жиын табиғи құбылыстар, ал екінші жиынға қысқы және жазғы киімдерді біріктіруге болады. Киімдер жиынын жеке алып қарап, ішкі жиын құрастырайық. Ол үшін қысқы және жазғы киімдерден іріктеп тек қана жазғы киімдерден ішкі жиын құрастырамыз. Барлық киімдердің ішіндегі көйлек және қысқа балақты шалбар ол жазғы киімдер. Ендеше, киімдер жиынының ішкі жиыны жазғы киімдер. Дәл осындай А және Б жиыны берілген. Б жиынының элементтері ол натурал сандар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ал А жиынының элементтері ол натурал сандар және жұп сандар. Ендеше, егер А жиынның әрбір элементі Б жиынына тиісті болса, онда А жиыны Б жиынның ішкі жиыны деп аталады. Дәлелдейік. А жиынның элементі болатын 2, 4, 6, 8 Б жиынның элементі болып табылады. А тиісті Б деп белгіленеді және А жиыны Б жиынына тиісті деп оқылады. Жиындардың қатынасын Эйлер-Вен диаграммасы көмегімен бейнелеп көрсетуге болады. Яғни Вен диаграммасын белгілегенде біз екі жиын саламыз. Бір жиын сәл үлкендеу, ал екінші жиын кішілеу. Кіші жиын ішкі жиын деп аталады. Бос жиын кез келген жиынның ішкі жиыны бола алады. Ең алдымен оқулығымыздың 34-ші бетіндегі 3-ші А есебін орындайық. Жиындардың қайсысы ішкі жиын? Екі жиынның қатынасын тиісті белгісін пайдаланып жаз. Екі жиын берілген. А жиынның элементтері қыран, бүркіт, құмай. Б жиынның элементтері бүркіт, қыран, бұлбұл, құмай, торғай. Ендеше, дескрипторға назар аударайық. Вен диаграммасы арқылы жиындарды бейнелейді. Екі жиын саламыз, оның біреуі ішкі жиын болып табылуы қажет. Екі жиынның қатынасын тауып, ішкі жиынды анықтайды. Екі жиынның қатынасын тиісті белгісін пайдалану арқылы жазамыз. Және соңғысы жауабын жазады. Келесі тапсырма оқулығымыздың 34-ші бетіндегі номер 5-ші есеп. А және Б жиындары берілген. Жиындардың қайсысы ішкі жиын болады? Эйлер-Вен диаграммасын С және оған әрбір жиынның элементтерін жаз. Дескриптор Вен диаграммасы арқылы жиындарды бейнелейді. Екі жиынның қатынасын тауып, ішкі жиынды анықтайды. Жауабын жазады.